өзінің тәрбиесін, жылу лебіздерін білдірген ол менің әжем. Әжемді өте ерекше рөлге қоямын. Кішкентайымнан осылай өсіріп тәрбие бергеніңізге шексіз алғысымды білдіремін. Мен сізді қатты жақсы көремін. Мне нравится заниматься хором, потому что я развиваю свой голос и я люблю петь. Я хочу поблагодарить Лизат Капезовну за то, что мне улучшила голос, и я теперь умею красиво петь. Жігер беріп, мотивация беретін ұстаздарымның бірі. Мадина Ғалымқызына өзімнің үлкен алғысымды айтқым келеді. Жеңіске жетуіме себепкер болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Мы познакомились только в этой школе, мы все из разных городов. Я сразу понял то, что я нашел тех самых людей, с которыми я готов разделять счастье, я готов разделять плохие времена. И я понял то, что это те люди, которые будут со мной даже тогда, когда мне это действительно нужно будет. Я бы хотел вам сказать спасибо просто за то, что вы у меня есть, и за то, что вы рядом со мной. Анашым, мен сізді өте қатты жақсы көремін. Бұл өмірде сіз менің анам болғаныңызға алғыс айтам. Қазіргі кездегі мен ол ата-анамның арқасында болып отыр. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Мен алғысымды бапкеріме білдіргім келеді. Себебі ол мені кішкентай кезден өсіріп, маған футбол ойнауды үйретіп, қиын сәттері менімен бірге болған үшін сізге көп-көп рахмет. Мы от всей группы ЖАСАБАС благодарим сотрудников МЧС, медицинских работников, волонтеров, всех тех, кто помогает в чрезвычайных ситуациях. Рахмат. Спасибо. Гамса. Сиси. Thank you. Рахмет.